Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы Қаршыға Ахмедияровтың шертпе күйлерін шертіп үйрену. Мен Абай ауылы балалар саз мектебінің домбыра сыныбы мұғалімі Болатова Жадыра боламын. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей оң қолымыз бен сол қолымызды тең жүріп, домбыра пернесін еркін қолау үшін міндетті түрде гамма ойнап аламыз. Ал енді жаңа сабағымызды Қаршыға Ахмедиярұлының өмірбаянынан бастасақ. Қаршыға Ахмедиярұлы 1946 жылы 25 наурызда қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданы Таңдай ауылында дүниеге келді. 1972 жылы Алматы мемлекеттік консерваториясының халық аспаптар факультетін бітірген. 1986-1988 жылдарда Мәскеу қаласында жоғары дирижерлік курста оқыған. 1967-1994 жылдарда Қазақтың халық аспаптар оркестрінде домбырашы, кейіннен концертмейстер, жеке домбырашы және дирижер қызметін атқарды, әрі көркемдік кеңестің мүшесі болды. 1974 жылдан Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында педагогикалық қызметпен айналысып келді. 1994 жылдан профессор, 1996 жылдан домбыра кафедрасының меңгерушісі болып қызмет істеген. Қаршыға Ахмедияров ұстазы қызметінде жас өнерпаздарды күй өнеріне баулып, домбыра тартудың қыр-сырын үйреткен. Ол шәкірттердің арасынан бірнеше шебер күйші орындаушыларды тәрбиелеп, өзінің дәстүрлі мектебін қалыптастырған. Құрманғазы мен Дина туып өскен топырақтан нәр алған Қаршыға Ахмедияров аса дарынды күйші ретінде елге танылып, халықтың шексіз ықыласына бөленген. Оның орындаушылық шеберлігіне шетелдік көрермендер талай тәнті болды. Әйгілі күйшінің өнеріне ақш, Жапония, Франция, Куба, Швеция және тағы басқа да көптеген елдердің көрермендері ықыластана қол соққан. Белгілі музыка мамандары оның өнерін өте жоғары бағалады. Қаршыға Ахмедияровтың репертуарында халық композиторларының және кәсіби композиторлардың күйлері, сондай-ақ шетел композиторларының шығармалары бар. Ол өңдеген халық композиторларының және қазіргі композиторлардың шығармалары түрлі концерттерде тұрақты түрде орындалып жүр. Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің мәртебелі сахналарында өнер көрсетіп, беделінің биіктей түсуіне Қаршыға Ахмедияров үлкен үлес қосты. Ахмедияров дарынды домбырашы, дәулескер күйші ғана емес, композитор ретінде де жұртшылыққа кең танымал болды. Оның Шашақты найза шалқар күн, Шынар, Табыну атты күйлері жиналған елден лайықты бағасын алып отырды. Қаршыға Ахмедиярұлы Нарын, Қуаныш, Сағыныш, Атамекен, Атырау, Аққайың, Желдірме, Қайран әке, Жырлау, Ғазиза, Қазанғап Ақжелкен, Шамғоң Ақжелкен, Раушан гүлім, Би, Алтын ұя, Шабыт, Елбасы, Нұрғиса, Құрдастар, тағы басқа бірнеше белгілі күйлердің авторы. Бұл күйлер қазақ халқының рухани қазынасына қосылған құнды дүниелер болып саналады. Қаршыға Ахмедияров өзінің дара талантымен, айрықша қабілетімен қазақтың дәстүрлі мың күйі музыкалық антологиясын әзірлеуге өлшеусіз үлес қосты. Қаршыға Ахмедияров мәдениет пен өнердегі еңбегі үшін мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Парасат орденімен марапатталған. Көрнекті күйші, композитор, дарынды домбырашы Қаршыға Ахмедияровтың жарқын бейнесі оның өнерін қадірлейтіндердің есінде әрдайым сақталған. Ендеше үнтаспадан Қаршыға Ахмедияровтың Алтын ұя күйін тыңдап көрейік.
Домбыра аспабында шығарманы жаттап болғаннан кейін нюанстарымен жұмыс жасаймыз. Бұл дегенің күйдің табиғи қалпын сақтап, әуен ырғағын бұзбай, мазмұнын беру деген сөз. Ендеше, алтын ұя күйінің ноталық жазбасын қолымызға алып, теориялық талдау жасап алайық. Мына суретте алтын ұя күйінің нотасы берілген. Осы бойынша теориялық талдау жасайтын боламыз. Келесі суретке назар аударсақ, күйге теориялық талдау жасалынған. Күйдің бас буын, орта буын, сағасы, қорытындысында латтық тірегі бірдей, яғни соль минор, си ми бемоль. Ырғағы барлық бөлігінде біркелкі болып келеді. Қағысы да біркелкі. Диапазонында ерекшеліктер бар. Барлық 4 бөлікте бірінші октава ре менен, ал бас буында екінші октава соль, орта буында үшінші октава до, сағасында екінші октава соль, қорытындыда екінші октава фа менен берілген. Тактілеріне назар аударсақ, бас буында 1 мен 18 тактар аралығы, орта буында 19 мен 44 тактар аралығы, сағасында 45 мен 63 такт аралығы, қорытындысы 64 пенен 90 такт аралығы. Сонымен қатар кестеде күйдің өлшемі берілген және динамикалық белгілері берілген. Ендеше, сабағымыз түсінікті болса, кері байланыс жасау өтейік. Ол үшін insert әдісін қолданамыз. Бүгінгі сабақта не білдің, не білетін едің және не білгің келеді, мына кестеге толтырып өт. Осыменен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.